Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге салқын көженің рецептісімен бөлісетін боламын. Жаз мезгілінде әсіресе оңтүстік өңірлерде күннің ыстығына байланысты үнемі холодильниктерінде тұратын салқын сусындардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйдің айранымен емес, дүкеннің айранымен жасайтын боламын. Және қосымша тағы да бір ерекше әдісімен бөлісетін боламын. Сол үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Ең алдымен біз ішіне салатын жүгерімізді және бидайымызды жуып аламыз. Егер жүгері бидай болмаса, арпамен жасасаңыздар болады, немесе күріштің өзімен де жасасаңыздар болады. Жуып тазалап аламыз да салқын сумен 1-2 рет шайып аласыздар. Одан кейін 6 литр суға, қазіргі мен жасап жатқан рецепт бойынша, салқын суымызды құйып аламыз ыдысымызға және жаңағы ішіне салатын жармаларымыздың барлығын саламыз. Бетін жауып, астын қатты отқа қоямыз. Біздің суымыз тез қайнауы үшін. Одан кейін біз қайнағаннан кейін бұның бетінде көбігі шығады. Сол көбіктерді алып тастаңыздар. Осы көбік шыққаннан кейін газдың астын ең төменгі отқа қоямыз. Егер сіздер ақырын отқа қойып пісіріп алатын болсаңыздар, сіздердің жармаларыңыз тез пісетін болады. Кемі 2 сағатта піседі. Өздеріңіз қарап бақылап отырасыздар. Сіздердің жармаларыңыз піскен кезде біздің көжеміз дайын болып тұратын болады. Осыны 6 литр суымызға мен 2 ас қасық толтырып тұз салдым. Жармаларымыз піскеннен кейін оны суымызды суытамыз. Көжемізді міндетті түрде суу керек, қақпағын ашып қойыңыздар, салқын жерге шығарып қойсаңыздар болады. Міндетті түрде суық болу керек, себебі қазір ішіне айранын құйған кезде, егер сіздердің көжелеріңіз ыстық болып тұрса, айрандарыңыз іріп кетеді. Сол үшін ерінбеңіздер, кешкі уақытта жасап қойсаңыздар болады, болмаса таңертең жасап кешкі уақытқа дейін суығанын күтсеңіздер болады. Мен 1 литр айранды құйдым және одан кейін осындай ащы болу үшін тандемді қолдансаңыздар болады. Мен әдейі осындай видеода көрсетіп қойдым түрін. Дәл осы түрі ең кереметі деп айта аламын. Қышқыл, дәмі де жақсы. Сол үшін осы түрін пайдаланамын. Жақсылап барлығын бір араластырамыз. Болды, біздің көжеміз осымен дайын болады. Тұзын тағы бір көресіздер. Егер де аз болса салып жіберсеңіздер болады. Барлығын жақсылап араластырып холодильникке салып қоямыз. Суығаннан кейін ішіп бастай берсеңіздер болады. Қыздар, егер де сіздерде үйдің айраны болса, тек қана үйдің айранымен ғана жасай берсеңіздер болады. Үйдің айранымен өте күшті болып шығады. Ал егер қалада тұратын болып, үйдің айраны болмайтын болса, осылай мен секілді дүкеннің айранымен пайдаланатын болсаңыздар, міндетті түрде қасына тандемді алып алыңыздар. Егер сіздерде сорпаға арналған құрт болатын болса, тандемнің орнына сол құртты пайдалансаңыздар болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.